Телефонun жоқ па қасында? Иә. Бір неге кіріп беріңдерші деген еді. Сендерге билеттерің жоқ екен дейді, сендер биологияда отыр деген ба? Айғаным? Әселге, Айнұр екеуін киіндерші тез-тез. Әшейін майда шүйдеше, қатты бір шикарный емес. Тез. Бұл тез тәжісін тастар. Көбісі ескісін бар. Көбісі келген. Олар походу июнь августта шығатын адам келеді оларға. Плитка шар жоқ. Бәрін келеді, сол үшін бәрін шешеді. Біттің ба? Қалады. Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Видеоны қосып, дыбыстарды өлшеп тастаңызшы. Сәлеметсіз ба? Құрметті әріптестер, сіздердің назарларыңызға функционалдық сауаттылықты дамытуға арналған қазақ тілінен қалыптастырушы бағалау тапсырмалар жинағы. Мақсатты аудитория қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімдерге, әдіскерлерге арналған. Сынып 6-шы орыстар сыныптар үшін. Сағат саны 34. Құрастырушылар Раушан Хасенова және Ақмарал Уразбекова номер 25-ші жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімдері. Жинақтың құрылымы оқушының тілді меңгерумен қатар тұлғалық мәдени және құндылықтың дамуын қамтамасыз етеді. Ал мұғалім үшін оқу мақсаттарына сай тиімді жұмыс жүргізуге бағытталған тәжірибелік ресурс болып табылады. Әдістемелік құралдың бағыты қоғамдық гуманитарлық. Әдістемелік құралдың өзектілігі құрал тілді меңгеру деңгейіне қойылатын заманауи талаптарға жауап береді. Ол цифрлық қоғам жағдайында оқушылардың қажеттіліктерін ескереді. Құрал функционалдық сауаттылықты, сыни ойлау мен аналитикалық қабілеттерді дамытуға көмектеседі. Бағдарламаның өзектілігі бірнеше негізгі факторлармен анықталады. Пәнді жаңаша түсіну, қазақ тілі мен әдебиетін тек лексика, грамматикалық тұрғыдан меңгеру емес, оны мағыналық, мазмұндық және құндылық деңгейде қабылдату. Пәнді жаңаша түсінудің негізі. Сыни ойлау мен дағдыларды дамыту, берілген тапсырмалар жүйесі оқушылардың сұрақ қоя білу, болжам жасау, дәлелдеу, салыстыру, талдау және қорытындылау сияқты жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Оқушылардың тек мәтінді түсініп оқытқаны қоймай, оның ішкі логикасын зерделеу, өз көзқарасын білдіру, пікірталас жүргізу талап етіледі. Жаңа технологияларды пайдалану, заманауи цифрлық құралдарды, яғни QR-кодтарды, Padlet, WordPress тиімді қолдану арқылы оқушының танымдық қызығушылығы мен өзіндік ізденісі артады.
Бұл технологиялар мәтінді интерактивті түрде қабылдауға, ақпаратты визуализациялауға, шығармашылықпен ұштастыруға мүмкіндік береді. Пәнді оқытудың белсенді әдістері сабақ барысында қолданылатын рөлдік ойындар, кластер құру, пікірталас, визуалды карталар, дебат, ой қозғау әдістері оқушыны оқу үдерісіне белсенді қатыстырып, пәнге деген қызығушылығын арттырады. Пәннің мәнін терең түсіну. Қазақ тілі мен әдебиет сабағы тек тіл меңгерту емес, сонымен қатар ұлттық мәдениет пен рухани құндылықтарды жеткізу алаңы ретінде қарастырылады. Жинақтағы мәтіндер арқылы оқушылар туған жерге, отбасына, тарихқа, табиғатқа деген сүйіспеншілік пен жауапкершілікті сезінеді. Тұрақты білім алу және зерттеу дағдылары. Ұсынылған материалдарда оқушылардың ақпаратпен жұмыс істеу, өзіндік ізденіс жүргізу, шағын зерттеу дайындау, өз пікірін дәлелдеу сияқты зерттеушілік қабілеттерін дамытуға бағытталған тапсырмалар қамтылған. Мұндай жұмыс түрлері оқушының білімді ұзақ мерзімде есте сақтауына және өмір бойы білім алуға ұмтылысын арттыруға ықпал етеді. Инклюзивті білім беру және көптілділік. Инклюзивтік білім беру жүйесіне бейімделген тапсырмалар оқушылардың әртүрлі қажеттіліктерін ескере отырып, олардың қазақ тілін меңгеруде жетістіктер жетуіне жағдай жасайды. Мақсаты оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру, қазақ тілін қолдану дағдыларын дамыту, сөйлеу, жазу, оқу және тыңдау қабілеттерін жетілдіру және қорытынды бақылау нәтижесін жақсартуды жүзеге асыру. Алдымызда қойған міндеттеріміз оқушылардың қазақ тілінде тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым дағдыларын бірізді дамыту, сөздік қор мен грамматикалық құрылымдарды функционалды қолданысқа енгізу, оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін дамыту және дағдыларын жетілдіру, әртүрлі жағдаяттардан шыға білуге үйрету, өзіндік ойлау, зерттеу, топпен жұмыс және коммуникативті дағдыларды дамыту. Пәнаралық байланыс, әдістемелік құрал мәдени контексті тереңірек түсіну үшін тарих, жаратылыстану пәндер және орыс тілі сияқты басқа пәндермен өзара әріптестікті қамтиды. Әдістемелік құралымыздың маңыздылығы, теориялық маңыздылығы жаңалығы. Әдеби шығармалардың зерттеу үшін виртуалды шындықты пайдалануды қамтиды. Бұл оқушылар жұмыс әдебиетінде жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Жаңа оқыту әдістемелік теориялық негізгі материалдар қазіргі білім беру үдерісінде қолданыстағы конструктивтік тәсіл, тілдік ортада меңгеру, мазмұн мен тілді кіріктіре оқыту және Блум таксономиясы аясында сараланған. Сыни ойлау дағдыларын дамыту теориясы, Вен диаграммасы, дебаттар, пікірталастар, проблемалық тапсырмалар, зерттеу жұмыстары мен сұрақ қою әдісін қолдану арқылы оқушының рефлексивті болжам жасаушы, талдаушы тұлғасының қалыптасуы негізделген. Педагогикалық инновациялар теориясы, метапәндік бағыттағы белсенді әдіс-тәсілдер, коллаборативті оқыту, цифрлық құралдармен интеграциялау, жеке білім траекториясын анықтау идеялары ендірілген. Құзыреттілік бағытталған оқыту теориясы оқу үдерісінде тілдік, әлеуметтік, мәдени, азаматтық, танымдық құзыреттіліктер қатар дамытылып, нәтижеге бағытталған әрекет орын алады. Заманауи технологиялық қолдану теориясы мультимедиялық, визуалды және онлайн құралдар, Padlet, Canva, WordPress, Quizzes қолдана отырып, оқушыны заманауи цифрлық ортада тиімді оқыту көзделеді. Пәнді оқытудың жаңа тәсілдері мен әдістері, интерактивті оқыту, визуалды оқыту, оқу стратегиялары, кластер, интеллект карта, Вен диаграммасы, шығармашылық жазылымы, рөлдік ойындар, мәтін бойынша дебат сияқты жаңа әдістер жүйелі қолданылған. Практикалық маңыздылығы. Практикалық маңыздылығы оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, берілген мәтіндер мен тапсырмалар оқушының қиялын, тілдік шығармашылығын арттырып, еркін жазу, өз ойын жеткізе білу машығын дамытады. Сыни ойлау дағдыларын қалыптастыру. Оқушыдан мәтін бойынша болжам жасау, пікір білдіру, талдау, салыстыру сияқты әрекеттер талап етіледі. Шығармашылық зерттеу жұмыстарын жүргізу, отбасы, табиғат, тарих, қолөнер жайлы шағын зерттеу жазбалары арқылы оқушы өзіндік ізденіске үйренеді.
Пәнді заманауи әдістермен оқыту. Әр сабақта оқушының қызығушылығын арттыратын, өмірмен байланыстыратын интерактивті әдістер қолданылады. Құзыреттіге бағытталған оқыту. Оқушы өзінің күнделікті тәжірибесімен білімді ұштастыра алады, алған білімін нақты өмірде қолдана білуге үйренеді. Топтық жұмыс және коммуникация дағдыларын дамыту. Жұптық диалог, рөлдік ойындар, ортақ тапсырмалар арқылы оқушылар бір-бірімен тіл табысуды, келісуді, ортақ шешім қабылдауды меңгереді. Қоғамдық және ғылыми жұмыстарға дайындық, берілген тапсырмалар оқушыны жобалық баяндама, постер жасау, көрме жұмыстарына қатысуға дағдыландырады. Әдеби шығармаларды зерттеу үшін виртуалды шындықты пайдалануды қамтиды. Бұл оқушыларға жұмыс әлеміне енуге жақсы оны түсінуге мүмкіндік береді. Оқу процесін қызықты ететін геймификация элементтері енгізілген. Бейімделетін оқу жүйелерін пайдалану әр оқушының дайындық деңгейін ескеруге мүмкіндік береді. Құралда тілдік дағдыларды дамытудың жаңа тәсілдер ұсынады. Әдістемелік құрал мазмұны өз ішінде ұлттық құндылықтарды жаңаша тәсілдермен қамтылды. Мәтінмен жұмыс түрлері көп форматқа ұйымдастырылды. Ал енді сіздердің алдарыңызға берілген тапсырмалар үлгілері, яғни біздің сабақ барысымыздан басынан бастап оқушылармен бірге ұйымдастыру кезеңдерін өткізген психологиялық ахуалдарын ұйымдастырамыз сабағымызда және сабақ барысында. Ең бірінші сабақты бастамас бұрын оқушыларды топқа бөліп аламыз. Әрине біз бұрынғыдай топқа бөліп карточка таратып үшін қазіргі таңда біз функционалдық сауаттылықты арттыру мақсатында оқушылардың қолдарында тұрған ұялы телефондарын пайдалы жағынан асыруға, өзімізге пайдамызға қарай асыруға қолданамыз. Яғни біздің ұялы телефондардың экран арқылы, камерасы арқылы QR сканерлер өткізіп көрсетуге болады. Мына сіздерге көрсетілген топқа бөлу тапсырмалар деген ол сканерлердің барлығы жұмыс жасайды. Ең бірінші оқушылардың жаңағы топқа бөлу барысында балаларды жеребе арқылы немесе барабан арқылы осы QR арқылы өтіп, оқушылардың аты жөнін жазып, екі жаққа бөліп, бірінші топ, екінші топ, үшінші топ ретінде бөліп қоюға болады. Одан әрмен топқа бөліп алғаннан кейін балаларды біз сұрақтар қойып, балаларға тапсырма, мазмұнды сұрақтар құрастыру, аудиоматериал мәтінін осы QR арқылы беруге болады. Белгілі қазақ жазушының өмірі туралы әңгіме, тапсырма оқиғаны өз сөзіңізбен қайталаңыз және тыңдаған материал негізінде бір-біріңізге сұрақтар қойыңыз. Мысалы, жазушының қандай қиындықтары болды, ол қандай шығармалар жазды деген сұрақтар. Мазмұнда және сұрақтар құрастыру деген көріп тұрғандарыңызда QR арқылы өткен кезде, онда біз белгілі ақын жазушылардың өмір баянын жасырып қоямыз. Не оны мәтін түрінде оқылым дағдысын дамыту үшін, немесе онdan біз аудио жазба, бейне жазба ретінде жасырып қойсақ болады. Ол кезде біз оқушының әрине тыңдалым дағдысын дамытамыз. Бұндай тапсырмалардың барлығын сабақ барысында Блум таксономиясы бойынша оқушыларға деңгей бойынша саралап А деңгейі, Б деңгейі, С деңгейі ретінде іріктеп дайындап аламыз. Әрбір қалыптастырушы тапсырмаларын орындаған оқушыларға біз міндетті түрде бағалау жүргіземіз. Әр дұрыс жауапқа плюс бір ұпай немесе кері байланысымызды, рефлексиямызды айтып отырамыз. Яғни керемет, жақсы немесе қатесін көрсетіп, жөндеп дұрыстап әрі қарай бағыт береміз. Кейінгі тағы да басқа тапсырмаларға тоқталсақ, мұнда тұсау кесу туралы ақпаратты сөз тіркестерді жазып алу. Біз білеміз, қазақ тілі мен әдебиет сабағы міндетті түрде ұлттық құндылықтарды дамытуға негізге ала отырып, біз қазақ тіліміздің менталитетімізді, қазақ тіліміздің өзіміздің ерекшеліктерімізді басқа ұлт өкілдеріне үйретіп, немесе жаңағысына негізге аламыз. Осындай мақсатта ниетте біз тұсау кесу туралы ақпаратты сөз тіркестер жазып алу деген мына алдарыңызға тапсырманы ұсынып тұрмыз. Бұл тапсырмада әрине қазақ халқының тұсау кесу туралы ақпарат берілген, сол арқылы өздерінің дәптерлеріне сөз тіркестерін жазып алады. Кейін 6-шы сынып оқушыларына функционалдық сауаттылығын дамыту мақсатында балаларға жоғарғы сынып оқушыларының тапсырмаларын алып тұрмыз. Онда
мектептерге берілген 9 сыныптың модуль тапсырмаларынан алынған мысалдар. Бұл біздің жаңағы әдістемелік құралымыздың ішінде бар. Осы тапсырмалардың ішінде, яғни берілген заповедники Қазақстана деген карта берілген. Сол картада мысалы оны қазақ тіліне аудар, немесе оны орыс тіліне аудар деп сұрақтар құрастырсын осы карта бойынша. Яғни Қазақстан Республикасының ерекше қорғалған табиғат аймақтарын, қорықтарын жазсын, немесе зияткерлер не көшіріп жазсын, жаратылыстарын да міне сөйлемді орыс тіліне аудар, сөйлемді аяқта деген сияқты тапсырмалар берілді. Міне математиканы өткіз, биологияны біз орыс тілінде суретін бердік, ал бұны тапсырма қазақша жауапты жаз деген тапсырма ретінде балаларға ұсынып отырмыз. Бұлардың барлығы ең бірінші жаңағы айтып кеткендей мақсатымыз біздің функционалдық сауаттылықты дамыту. Яғни оқушылардың, орыс сыныптарында отырған оқушылардың қазақ тілі пәнінен функционалдық сауаттылықтарын дамыту болып табылады. Бұл тапсырмалардың барлығын біз оқушылармен бірге ұялы телефон арқылы жұмыс жасайды. Яғни QR сканерлау біз бірнеше жыл бойы бұл тапсырма құралды қолданып жүргеннен кейін оқушылар тапсырмаларды ұялы телефонды ешқандай қорықпай алып орындап үйреніп жүйелі түрде үйреніп алды. Бұл тапсырмалардың ары қарай біз күтетін нәтижеміз қазақ тілінде тілдік дағдыларын жүйелі меңгеру, оқушылар тыңдалым, жаңа айтып кеткендей оқылым, жазылым, айтылым әрекеттерін бірізді және тиімді түрде қолдана алады. Тілдік қор мен грамматиканы тиімді пайдалану, оқушылар жаңа сөздерді және грамматикалық құрылымдарды күнделікті қарым-қатынаста ауызша және жазбаша жұмыстарда орынды қолдана біледі. Сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерінің дамуы, берілген ақпаратты талдайды, салыстырады, қорытынды жасайды және өз көзқарастарын дәлелдей алады. Тілдік жағдаяттарға бейімделу қабілеті әртүрлі жағдаяттарға байланысты дұрыс тілдік әрекет жасап, проблемаларды шешу жолдарын табады. Функционалдық сауаттылықтарын арттыру, оқушылар өмірлік жағдаяттарда алған білімін қолдана алады, нақты мақсатқа бағытталған мәтіндермен жұмыс жасай біледі. Ал әріптестер, біз мына жерде мақсат міндеттерімізді қойып отырмыз, бірақ мынау мақсатымызға жеттік па, міндеттеріміз орындалды ма, оны қалай біз қарадық, қалай білдік, біздің мынау құралымыз ол нәтижеге жетті деп. Оқушылардың қазақ тілінде тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым дағдыларын бірізді тексеру үшін біз сауалнама өткіздік. Сауалнаманың сұрақтары, мысалы мынандай, тыңдау дағдысы бойынша. Тыңдалған мәтіндерінен тапсырмаларды түсіну қиын болды ма? Жауаптары иә, жоқ, неге. Сөйлеу дағдысы. Сөйлеу кезінде өз ойларыңызды түсінікті жеткізу қаншалықты оңай? Өте оңай, орташа, қиын. Оқу дағдысы. Оқу тапсырмаларын орындау барысында қандай қиындықтар кездеседі? Мәтіннің құрылымы қиын, белгісіз сөздер көп, мазмұнды толық түсінбедім. Жазу дағдысы. Жазу тапсырмаларын орындағанда грамматикалық қателерді жібересіз бе? Жауаптар иә, жиі, әрқашан емес, жоқ. Оқу процесіндегі мотивация мен қызығушылық. Өте жоғары, орташа. Сонымен, сауалнама бойынша біздер жалпы қорытынды екі топ болды. Бірінші топта 12 оқушы, екінші топта 14 оқушы. Сонда тыңдалым дағдысы бойынша екінші топтағы тыңдалым дағдысы оқушылардың басым бөлігіне жақсы. Бірінші топта тыңдалым дағдысы оқушылардың көпшілігінде әлсіз. Мысалы, сөйлеу дағдысын алсақ, көпшілік оқушы сөйлеуде еркін, бұл жағымды нәтиже. Сөйлеуде белсенді диалог, пікірталас арқылы одан әрі дамыту керек. Ал басқа топта оқушылардың көпшілігі сөйлеуге талпынады, бірақ сенімсіздік пен сөздік қор шектеулері бар. Балаларға қолдау қажет. Жалпы, бірінші міндетіміз бойынша қорытынды тыңдалым дағдысы бойынша екінші топ оқушылардың қиындықтары аса жоқ. Сөйлеу дағдысы бойынша көп оқушылардың сөйлеу деңгейі оңай. Оқу дағдысы көбінесе оңай, бірақ
Оқушылардың кейбіреуі мәтіннің құрылымында немесе түсінуінде қиындарға тап болады. Жазу дағдысы көбінесе ортадан жоғары деңгейде бағаланады. Оқушылардың мотивациясы жоғары немесе орташа деңгейде, бұл оқу процесіне деген қызығушылықтың жоғары екендігін көрсетті. Сабаққа қатысу және қызығушылықтың көбі топтық жұмыстарға, рольдік ойындарға, мәтінмен жұмысқа бағытталған. Сөздік мен грамматикалық құрылымдарды қолданудың мониторинг нәтижелері жазбаша жұмыстар, ауызша сөйлеу тапсырмалары, қалыптастырушы бағалау тапсырмалары, қате талдау, бағалау парақтары мен рубрикалар әдістер арқылы өткізілді. Мына сіздердің алдарыңызға көрсетіліп тұрған диаграмма бойынша оқушылардың қандай нәтижеге келгенін көріп тұрсыздар. Қорытынды бойынша бірінші топта сөздік қорды жақсы қолданып, грамматикалық құрылымдарды дұрыс құра алады, бірақ сөздік қор мен грамматика бойынша жүйелі қолдауды қажет етеді. Екінші топта оқушылардың тілі дамып келеді, сөздік қор мен грамматикалық құрылымдары қолдану жақсы деңгейде. Сыни ойлау қабілеттерін дамыту білім беру процесіндегі маңызды мақсаттардың бірі. Өйткені бұл оқушылардың өз пікірлерін, көз қарастарын қалыптастыруға және олардың негізгі қабілетін арттырады. Сыни ойлау қабілетін дамыту мониторинг нәтижелерін терең талдау үшін өз оқушылардың сыни ойлау дағдыларын бағалайтын түрлі көрсеткіштерді қолдандық. Оған мінеки жалпы баға, пікірталасқа қатысу, дәлелдер келтіру, қорытынды жасау, анализ жасау, мазмұнды түсіну. Талдау нәтижелері бойынша екінші топтағы оқушылар сыни ойлау дағдыларын жоғары деңгейде көрсетеді. Олар мазмұнды жақсы түсініп, анализ жасай алады. Қорытынды жасап, дәлелдер келтіруде қиындықтар туғызбайды және пікірталаста белсенді қатысады. Ал бірінші топ оқушылары жартысынан көбі сыни ойлау қабілетін орташа деңгейде көрсетуде, олар белгілі бір тапсырмаларды орындауда жақсы нәтижені көрсеткенмен, тереңірек анализ жасау мен дәлелдер келтіруде әлі де мәселелер туындайды. Жағдаяттардан шығу қабілеттерін қалыптастыру мониторингтің нәтижелері. Мұнда мониторингтің негізгі көрсеткіштері мәселелерді анықтау және түсіну, шешімдерді ұсыну, шешімнің салдарын бағалау, шешімді іске асыру, қиындықтарды еңсеру, жалпы баға. Бұл оқушылардың жалпы жағдаяттардан шығу қабілеттерін қалыптастыру, бұл оқушылардың күнделікті өмірдегі қиын жағдайларды тиімді және дұрыс шешімдерді шешу қабілетін дамыту процесі. Бұл дағды оқушылардың логикалық ойлауын, шығармашылық шешім қабылдауды және әлеуметтік қарым-қатынастарда дұрыс әрекет ету қабілетін қалыптастырады. Мұндай қабілетті даму үшін оқушыларға әртүрлі жағдайлар мен қиындықтар ұсынылып, олардың қатысты шешімдері мен әрекеттерді талданды. Мінеки жаңа айтқандай, мониторингтің негізгі көрсеткіштері, олар 5 балдық шкаламен бағаланды. Мұнда төмен, орташа, жақсы, жоғары, өте жоғары деңгей. Сонда қорытындыға келгенде мұнда бірінші топ 3,3 ұпай жалпы баға, екінші топ 3,56. Қорытынды талдау жоғары деңгейдегі оқушылар талдау нәтижелері. Көп оқушының мәселелерді түсіну деңгейі орташа деңгейде, олар жағдайдың негізгі элементтерін түсінгенімен, кейде ұсақ мәселелерді немесе салдарды толық қамтымайды. Кейбір оқушылар мәселені дұрыс анықтамай, оны шешуге кіріскенде қиындықтар туындайды. Ал екінші топтағы оқушылар көбісі мәселені терең түсініп, оның негізін толықтай ашып көрсете алады. Шешімдерді ұсынып, іске асыру амалдарын таба алады. Мінеки әрі қарай алдарыңыздағы оқушылардың функционалдық қабілеттерін дамытуға бағытталған міндеттерін орындалу бойынша мониторинг талдауы көрсетіп тұр сіздерге. Яғни бұларды да біз оқушыларды шкала бойынша белгіледік. Орташа балл, жағдаяттан шығу, сыни ойлау, сөздік қор мен грамматика, тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым дағдысы бойынша. Бірінші топ 3,6, екінші топ 4,03 деген сияқты көрсеткіштер көрсетті. Бұл талдау қорытындылары бойынша екінші топ оқушылар барлық бағыт бойынша өте белсенді және тілді қолдану, ойлау, пікір айту, жағдаяттан шығуға дағдылары жақсы дамыған.
бірінші топ оқушылар дағдылар қалыптасқан, алайда жүйелік пен тереңдікті арттыру қажет. Бұл оқушыларды дағдылар әлсіз дамыған, қосымша қолдау мен жеке жұмысты қажет етеді. Звук моего микрофона включен. Ары қарай білім сапасы бойынша 20-24 оқу жылдарда біздің бір сыныпты алдық, 6-ге сыныптың бірінші, екінші топ. Алдарыңызда көріп тұрғаныңыздай, көкпен берілген 6-шы өзгерістер аса байқалмайды, ал 6-шы сыныптың топтың екінші тобында өзгерістер, яғни білім сапасы жоғарылады. Және де 6-шы Б сыныбындағы бірінші топ және екінші топ бойынша. Ал 2024-2025 оқу жылында 6-шы сыныптың біз 6-шы сыныптың бірінші, екінші тобын алдық. Менде көзберінде көріп тұрғандай, көкке берілген бірінші топ, сарымен берілген екінші топ. Мұнда әрине динамика 6,07%-ға өсті. Қорытынды келген функционалдық сауаттылықты дамытуға арналған қазақ тілінен қалыптастырушы бағалау тапсырмалар жинағы. Бұл қазақ тілін оқытуда сапалы білім беруге бағытталған тиімді құрал деп санаймыз. Ол оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттырып, олардың тілдік дағдыларын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Осы жинақ мұғалімдер үшін, оқушылар үшін өте пайдалы болып табылады. Ал енді біз мына жерде мұғалімнің жетістіктері, оқушылардың жетістіктерін алдыңызға көрсетіп отырмыз. Енді біз өз құрал бойынша сіздерге барлығын айтып бердік. Енді сұрақтар бойынша сұрақтарыңыз болса, сұрақтарға жауап береміз. Содан кейін біз жаңа айтып отырмыз ғой, QR арқылы сіздерден кері байланыс алғымыз келеді. Сұрақтар бар ма? Сұрақтарыңыз болса, қойсаңыздар болады, құрметті әріптестер. Бұл құрал сіздің кәсіби дамуыңызға қандай әсер етті? Бұл құрал біздің кәсіби дамуымызға, жаңа баста айтып кеткендей, заманауи әдіс тәсілдер бізге мұғалімдерге көп мүмкіндік берді. Сабақта қолданылған тапсырмаларды біз түрлендіруге, оқушылардың қазақ тілі мен әдебиет сабағын қорықпай, тілді үйренуге жатсынбай, қызығушылығын арттыруға жол ашты. Формативті бағалауды тиімді ұйымдастыруға, оқушылардың жетістіктерге нақты бақылауға көмектесті. Яғни бұл құрал жаңа айтып кеткендей QR мен цифрлық даму қазір бізде дамып тұрған заманда, технология дамып тұрған заманда біздің білім сабаққа, қазақ тілі сабағына ұтымды жағын алып алдық өзімізге. Өзіміз анау цифрлық платформаларды пайдаланатын болдық біріншіден. Содан кейін сын тұрғысынан ойлау, саралау, жеке тәсіл қолдану секілді дағдыларды нығайтатын болдық. Тағы да қиындық туғызатын тұстар болды ма? Қиындық туғызатын тұстар болды ма? Әрине болды. Алғаш рет цифрлық платформаларды алғаш рет қолдандық. Сосын көп тапсырма болып кеткендіктен уақытты тиімді ұйымдастыра алмадық, оны да қарастырдық. Содан кейін тапсырмаларды саралап, бағалап, нақты құралды таңдау қиындау болды. Басында барлық оқушының деңгейіне сай тапсырма дайындау қиын болды. АБЦ деңгейлік тапсырмаларды, онда ерекше білім қажет ететін балалар бар. Соларға тапсырмаларды бөлек дайындау керек болды. Сол кішкене қиындық туғызды. Бірақ тапсырмаларды іздеп, жаңағындай өзіміздің ары қарай ұстанымымызға көмектесті. Тапсырмаларды іздегеннен кейін, ол дайындағаннан кейін. Тағы сұрақтар бар ма, әріптестер? Сәлеметсіздер ме? Қандай платформалармен жұмыс жасадыңыздар? Платформалар жаңағы Canva-мен, содан кейін WordWall, Qgis сұрақтарымен құрастыруға, мысалы, сол платформалармен жұмыс жасадық. Сосын Padlet тапсырмасы, және де сосын Жиредия, сосын Барабан деген жаңағы ссылка арқылы өтіп
Әріптестер, жаңағы айтып отырмыз ғой, бәрін QR арқылы жасадық. Енді мінекей алдыңызда QR, оны телефондарыңызбен басып, 4 сұраққа жауап берсеңіздер. Бұнда мынандай сұрақтар. Әдістемелік құрал пайдалы болды ма? Бұл құралды өз сабақтарыңызға қолдану қаншалықты ыңғайлы болады? Қай платформалар немесе бағалау әдістерін жиі қолданасыз? Біз айтқан. Келешекте осындай құралдарды қолдануға ниетіңіз бар ма? Мынау сұрақтарға жауап берсеңіздер, 1 минуттың ішінде. Ссылка арқылы өтсеңіздер болады, телефондарыңызбен QR арқылы өтіп, бір минуттың ішінде жауап берсеңіздер. QR жасап алсаңыздар, біз ары қарай нәтижесін көрсетіңіздер. Әріптестер, жауаптарды сіз жазғаннан кейін біз мына жерде жауаптарды таблица бойынша көре аламыз. Өзімізге сосын мінекей қараңыздар. Әдістемелік құрал пайдалы болды ма? Мінекей, 100% деп бір жауап. Жауап бере беріңіздер. Бұнда шығарып қанша жауап бергені, QR арқылы өтсеңіздер жағы. Әзірше бір әріптесіміз жауап берді, басқалары жауап берген жоқ. Бірақ та әріптестер, мынау QR арқылы жауап берсеңіздер, біз өздеріміз үшін шешім табамыз. Мысалы, қандай еңбегімізді сіз қолданасыз, мына құралмен қолданасыз ба, жоқ па? Әлде келешекте басқа бірдеңе өзгерту ма, жоқ па, соны ойластырамыз. Әріптестер, бізде қазір 1 минуттан аз қалды, уақытымыз. Сіздерге көп рахмет. Біздің 40 минут болса да уақыттарыңызды бөліп, бізді тыңдап, сіздерге көп рахмет. Рахмет сіздерге, әріптестер. Кері байланыс жасап жүрсеңіздер, жаңағы QR бойынша. Әдістемелер, немесе өздеріңіз бір ауыз сөз айтып жүрсеңіздер, әдістемелік құрал пайдалы болды ма? Бұл құралды өз сабақтарыңызда қолдану ыңғайлы болады деп ойлайсыздар ма?